мақсатында біз түзулердің параллельдігін ортып ал дейтін қосымшасы бойынша әрбір оқушы өзіміздің тестімізді өтеміз, иә? Тестіге деген сіздерге қосымша шықты ма? Бастау деген начать батырмасын басамыз. Сонда біздің тестіміз басталады. Мына жерде сіздерге 6 тапсырма берілген. 6 тапсырманың сәйкестігі бойынша өзінің орындарына қоямыз. Параллель түзулердің белгілері қайсысына жатады, параллель түзудің қасиеті қайсысына жатады. Әрбір дұрыс жауап 1 балмен есептеліп, өзіңіздің бағалау парағына қойып отырмыз. Рысқұл, сен келіп тақтаға келе ма? Үшінші топтан біздің оқушымыз шығып, жасап отқан жұмыстарымызды тексере қойайық. Алдында ұстаз бұрышта қосылды түскен градус параллель түзулердің қасиеттері. Егер екі түзу мен құйылушы арасында пайда болған айырқыш бұрыштар тең болса, онда түзулер параллель болады. Параллель түзулердің белгілері. Егер екі түзу мен құйылушы арасында сәйкес бұрыштар тең болса, онда түзулер параллель болады. Бұл қайсысына жатады? Белгілері. Екі параллель түзу мен құйылушы арасында пайда болған айырқыш бұрыштар тең болады. Параллель қайсысына жатады? Егер екі түзу мен құйылушы арасындағы тұстас бұрыштардың қосындысы түскен тең болса, онда түзулер өзара параллель болады. Параллель түзулердің белгілеріне жатады. Екі параллель түзу мен құйылушы арасындағы сәйкес бұрыштар өзара тең болады. Параллель түзулердің қасиеттеріне жатады. Ал оқушылар, мынау біздің қазіргі орталық қосымшасындағы алған балымыз жарысы бәріміз көңінен 6 балдан жинастыр. Сіздерге түзулердің МК және функшнл деген оқушылар жарайсыңдар. Осы алған балымызды өзіміздің бағалау парағымызға жазып қоямыз. Ендігі кезек балалар біздің топтық жұмысымызда. Топтық жұмыстың дискрипторы тақтада берілген. Бірінші топқа берілген тапсырма. Бірінші топ сіздерге тең қабырғалы үшбұрыш, оның әрбір бұрышын транспортивный өлшеу және сол бұрыштарды бір-біріне қосу. Екінші топ сіздерге тең бүйірлі үшбұрыш. Тең бүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы қандай болады? Тең болады. Дұрыс айтасыз. Әрбір бұрыштарды өлшесе, бұрыштарды бір-біріне қосасыздар. Үшінші топ сіздерге берілген тапсырма тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыштың суретін саламыз, бұрыштарды өлшейміз транспортивный, сосын бұрыштарды бір-біріне қосамыз. Тапсырма түсініксіз болса, дискрипторге тақтаға қараймыз. Бұрыштарымыз өлшеп жатыр ма? Бірінші топ? Ал жас оқушылар, біздің топтық жұмысқа берілген уақытымыз аяқталды. Бірінші топ ортаға келіп қорғай қойып. Әрбір топтан 2 оқушы шығайық. Қолымызға магнитті алайық. Тақтаға жабыстырып. Екінші топ, үшінші топ қарап отырайық. Қазір бірінші топтың жұмысын біздер бағалаймыз.
тең болды. Қалған екі бұрышын циркульмен өлшеп, бір жағын 50 градус, бір жағын 40 градус қылып өлшедік. Және сол үш бұрышты қосып бізде 180 градус шықты. Сіздерден де 180 градус шықты, иә? Ал екінші топ, бірінші топ, үшінші топты бағалай жібек қолыңызда бағалау. Иә? 5 балл, жақсы, екінші топ бағалау 5 балл. Жарестік, қоршындарыңызда 10 балл бағалау бар. Ал жақсы балалар, енді үш топтың да берілген бұрыштардың қосындысын қарайық. 180 градус, 180 градус, 180 градус. Сонда үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең қосықты бәрімізде солай ма? Бүгінгі оқу мақсатымыз қандай? Иә, ашамыз. Үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Иә, 180 градусқа тең екендігін дәлелдеу. Ал жақсы, енді бізде келесі жұмысымызға көшейік. Сіздерге берілген жұптық тапсырма. Мына жерде берілген бұрыштар, мына тақтада берілген тапсырмасы, қазір мен сіздерге таратпа қағазын таратып беремін. Қасына үш бұрыш бола ма, болмай ма? Яғни 180 градусқа тең болса болады, 180 градусқа тең болмаса үш бұрыш болмайды деп қасына жауабын жазамыз, иә? Ал жұптасып жұмыс жасайық. Абай, сіздің жұмысыңыз Рамазан жақтасы, жұптасып жұмыс жасаймыз, сіз екеуі жүріңіз. Абай. Жұптық жұмыстың дескрипторы берілген білім алушы теореманы қолданады, яғни 180 градусқа тең болатыны. Абысы үш бұрыштың бұрыштары болатындығын анықтайды, абысы үш бұрыштың бұрыштары болмайтындығын анықтайды. Яғни болады, болмайды деген жазулар үшін бір балдан өздеріңізге бағалаймыз. Ал іске сәт тез етейік. 2 минут уақыт берілген. Оқушылар, енді жұптық жұмысымыздың уақыты бітті. Өзімізді өзара бағалау әдісімен, яғни мына жердегі бар жауаптармен қасына плюс минуспен белгілей қояйық. Кімнің жауабы дұрыс плюс қояды, кімнің жауабы дұрыс емес минус қояды. Әрбір плюске бір балдан өздеріңізге жауап жазасыздар, иә? Біріншісінде не дейді? Болмайды. Екіншісінде болады, үшіншісінде болмайды, төртіншісінде болмайды, бесіншісінде болмайды. Жауаптарыңыз дұрыс болды ма? Иә. Жауаптарыңыз жазайық. Кімде қателік кетті болды? Ешкімде қате жоқ па? Ал жақсы жарайсыздар, бәріңіз мақсатқа жеткен болыпсыздар. Енді оқушылар оқулықпен жұмыс жасаймыз. 3-те 11-ші есеп берілген тақтада берген тең берілі тік бұрышты үш бұрыштың бұрыштарын табыңыздар. Кім тақтаға шықса еді бұлар? Таңшолпан келе ме? Бәріміз дәптерімізді ашайық. Таңшолпанның шығарған есебін қазір дәптерімізге түгел жазамыз. Нөмірі 3-те 11-ші есеп. Орнымыздан отырып та орындай беруге болады. Оқушылар сіздерге тақтада дискрет қабырғасы тең болса, демек ішкі бұрыштар да тең болады. 90 градус болса, демек 180 болса да ағайты, және екіге бөлінеді. Өте дұрыс жарайсыздар. Балдар есеп өтті ма? Иә. Жақсы отырайық. Енді оқушылар әркім өзі жеке жұмыс жасайтын уақытпен, яғни қалыптастырушы бағалау. Мына алтын сандықтың ішінде сіздерге мынандай үш бұрыштарға жасалған есептер бар. Үш бұрыштардың екі бұрышы берілсе, қалған бұрышын табу. Яғни белгісіз бұрыштарын табу. Бұл жерде сіздерге градуспен берілген, және x егіз деген әріптермен берілген. Осы есептерді өздеріңіз таңдау арқылы шығара боламыз. Қалыптастырушыға берілген тапсырманың дескрипторы теореманы қолданады. Үш бұрыштың үшінші бұрышын табады. Және сіздерге екі бұрышы белгілі, үшінші бұрышын табу керек. Болған оқушылар болса, енді оқушылар бізде сервитут сәтіне келдік. Мына көзіңіздің сілтемесін мен сіздерге жібердім. Мына кодпен нәтижеде, яғни бастаңыздар деген тапсырманы орындай қойып, сіздерге тест берген, сол тест